Белгілі бір кезде стрессте жүрген адам ретінде, кредит төлей алмаған, қарыздан шыға алмай жүрген, қиналып жүрген адам ретінде сіздерге екі түрлі кеңес бергім келіп отыр. Менде қарыздарым болды, қол қарыздарым болды, кредиттерім болды, төлей алмай жүрген. Одан кейін балаларыңмен де мәселе болады, болмайды емес. Одан кейінгі тағы да айта кететін жағдай, қол астында жұмыс істейтін адамдар бар, олардың жалақысы бар, пенсионка төлейміз ай сайын ИП-дан да. Сондай проблемалар болған кезде мен қатты түсіп кеттім да, сосын күндіз күлкіден түнде ұйқыдан айырылдым деген жағдайға кірдім. Содан кейін тамақты көп жей бастадым, соответственно салмақ жинай бастадым да. Тамақпен заедать етіп қарның ашып жатқан сияқты болады, проблеманы тамақпен басам дегенді сол кезде көрдім мен. Содан кейін мен бір адамға барып кеңес сұрайтын адам емеспін да. Бір адамнан барып ақыл кеңес сұрамаймын мен. Осы нәрсе істесем қалай болады, менде осы жағдай отыр, былай істесем қалай болады деп сұрамаймын да. Өзім істеймін, өзім көремін барлығын, өзім шешем, өзім шығамын деп. Ол кішкентай кезімнен қалған жағдай деп ойлаймын. Қиыншылықта өскен балалар біледі да оны. Өзім деп өзің тұрбанып шығасың да. Сөйтіп жүрген кезде мен кітап оқимын, подкасттар қараймын. Сол бір жерде көргенім бар шығар, бір жерде естігенім бар шығар. Барлық мәселені Аллахқа тапсыру керек. Шешем Алладан дегенді. Сосын күнде таңертең тұрып алып, уже уайымға батып кетемін ғой таң атпай. Әлі кредит құятын 10 күн бар болса да менде уайым басталады. Ойбай ақшаны қайда табамын мен. Ойбай аналардың пенсионкасын қайда төлеймін мен деген басталады да менде. Сол кезде Аллахым, мен сізге бәрін тапсырдым. Алла тағалам, мен сізге мұқтажбын. Менің қолымнан ешнәрсе келмейді, мен пендемін. Сіз жаратушымсыз, сізге тапсырдым дегенді үйрендім да. Өзім қатты уайымға бара жатсам, жоқ, мен Аллахқа тапсырдым. Аллах бәрін шешімін тауып береді маған дейтінмін да. Бұл бірінші кеңес. Екіншісі, мен кредитті төлеп болған кезде, қарызым жоқ кезде, мүлдем ешкімнен қарыз емес кезде мен қалай өмір сүремін? Рахат өмір сүремін ғой, рахат өмір сүремін. Ешкімге ешнәрсе қарыз емеспін, должен емеспін. Біреу келіп мені тереземді тақылдатпайды, есігімді тақылдатпайды деген сияқты. Сондай кезде мен қандай жағдайда болатын едім да, сол күйді өзімнің басыма кіргізіп алдым. Сол күйді өзім күнде пережить еттім. Бақыттымын, қарызым жоқ, ешқандай уайымым жоқ. Мен ешкімге должен емеспін. Ақша маған үнемі келеді. Мен ақша бір емес, бірнеше жолдан келеді деген өзіме қайталау арқылы соны программа қылып енгізіп алдым. Мысалға, мен сіздерге ешкім емеспін, телефонның ар жағында отырған біреумін да. Маған сенбейсіздер, бірақ соны жасап көрсеңіздер екен деймін. Осыны жасап көріңіздер, осы екі нәрсені. Қарыздарыңыз болса, егерде проблемаларыңыз болса, барлық нәрсе шешімін табады. Сау болыңыздар.